Электрический мотор. Міне Ерлан деген жігіт істеп жатыр екен. Студия Ерлан. Қазақтар істеп жатқаны қуанып жатыр мынандай. Істеп жаталды. Қой? Иә. Ешқандай дыбыс жоқ. Адамдар ештеңе қой. Қаншаға шейін ұра бересің? 250 сондай шыға береді. Трассаға шығып көрдік. Мынау мотор. Анау не мынау вентилятордың асты? Охлаждение анау дәу радиатор таппадым да. Мына катушка не? Бұл реле, дәу реле. Бүкіл системаны қосап светті. Анау? Анау тормоздікі вакуумный. Вакуум ба? Коробка. Основной двигатель. И карданға прямой. Коробка ештеңке жоқ, мына астына прямой кеткен. Иә. Детский игрушка сияқты анау. Басты жүреді. Рулевой. Гур пока жоқ. Гур деймісің. Ондай жоқ па? Қатты сәл. Оны өзің басқаша қойып шығасың ба? Электрический. Несін көрсетші анау? Акмеатом ба? БМВ қайсысы бұл? Тройка. Тройка. Ой, да. Уақытша ол, ящикке қойып қоямын да, аккуратно жинап қоямын. Коробканың орнына осы болады екен ғой, значит, коробка ненің салмағы осын береді екен да, значит. Сонда да жеңіл болды ғой. Қанша кило? Тонна 220 ма шықты. Тонна 350. Су бу тимеу керек, е? Асын жапсаңыз, ештеңе жібересіз. Үстінде жауып тастау керек қой, су кірмеу керек қой, иә? Иә, зазорларды келтіріп. Сыртына енді кірсем, осыны жүріп